Бүгінгі құрылтай туралы қалай өтті? Қандай әсер алдыңыз? Бірінші сөзім ностальгия болып тұр. Жақсы әсер алып жатырмыз. Жалпы бәрінің ойында жүрген нәрсе ғой. Осы мектептің оқушыларына өздерінің білгендерін үйрету, жалпы бөлісу білгенмен, кейін оларға да жақсы мүмкіндіктер ашылса екен деген ой ғой. Көптеген көңіліңізден шыққан. Иә, бірақ режиссер ретінде көп емес енді, екеу ғана әзірге. Өзім жеке режиссер болған. Оған дейін сценарий жаздық, монтаж жасадық, бірақ режиссер ретінде соңғы аялдама және біздің сынып деген қазір шығып жатқан жобамыз болып жатыр. Екеуі де мен үшін жақсы, ыстық өте сондай жұмыстар. Енді біздің сынып деген осы телесериалға келсек, қазіргі таңда өзіміз білетіндей Қазақстан телеарнасынан және YouTube желісінен көріп жатырмыз. Енді оқушы ретінде біз шынымен де өзіміздің өмірімізді көріп жатырмыз осы телесериалдан. Осы сериалдың түсірілуіне не себеп болды? Қайдан осы ой түсті? Оған себеп мына кісімін. Осы сериалдың продюсері, бірге айта берейік. Жалпы қайдан келді осы идея, осыны түсіру деген? Сериалды мен продюсер болғаннан кейін әртүрлі идеялар іздеп жүрдік те. Мысалы арналарға ұсынуға әртүрлі идеялар болды. Негізінен интернет біздің енді жүрегімізге еніп кеткен ғой. Біздің осы жерде тәлім алдық, тәрбие алдық, өсіп өндік. Сөйтіп жүрген кезде Думан маған идея ұсынды, осындай мектеп-интернат туралы түсірсек деп. Сосын сол синопсисті апарып ұсындық. Қазақстан ұлттық арнасының директоры Ләззат Мұратовна. Сол кезде бірден қабылдады, ұнатты. Қолдау көрсетті. Сосын Думан жазып шығып, осы идеяны іске асырдық. Сондықтан да мектеп-интернат дегенде Абай атындағы республикалық деп атамасақ та мектеп-интернат деп оның төркінінде кімдер тұрғанын біледі. Сондықтан да осы мектеп-интернатта кішігірім болса да жарнама жасағымыз келді. Жарнама жасалды деп ойлаймын. Аманат іздемей-ақ қой. Не ол? Кірпіш шалып тастаған ба? Ана екеуі ғой ма? О, келді. Жігіттер, сөмкелеріміз қайда? Оятасың. Жай, не дейсің өзің түске? Енді айтсақ тез табады ғой, мөкі. Дұрыс айтасың, іздесін, тапсын. Тек қумаңдар, қайдан табамыз? Бүкіл жатақхананы аралап шығамыз енді. Енді мектеп өміріндегі қызықты оқиғалар туралы біз сериалдан көре аламыз. Ал енді сіздің мектеп қабырғасындағы бір әттеген-ай деген тұстар болды ма? Әттеген-ай деген тұстар болды. Я біздің кезімізде кішкене кружоктардың аз болуы, үйірмелердің сол баланың қабілетін ашуға қатты бір ден қойылмай қалды да, біздің кезімізде мүмкін өзіміздің де сол нәрсеге қатты мән бермегеніміз шығар деп ойлаймын. Қазір бүгінгі мысалы сахнадан көріп жатқан ұл қыздардың өнерін көріп қатты қуанып отырмыз. Біздің кезімізде кішкене даусымыз болды. Мен Ертай Сұлтан екеуміз ылғи да дуэтпен Шаханов келсе де, министр келсе де ән айтып, осы залда жұлдыз болғанбыз енді. Сондықтан да кейін бірақ бір риза болатыным, соның арқасында біз Жүргенов академиясына ешқандай да бір қатты қиналмастан оқуға түсіп кеттік деп айтуға болады. Бұл мектептің бізге берген көп. Менде әттеген-ай деген ойлардан шыққан сериал негізі бұл сериал. Әттеген-ай деген ойлардың барлығы жиналып осы сериалда шықты. Негізгі әттеген-ай сол мектептегі уақытымды одан жақсырақ пайдалануға болатын еді. Пайдаланырақ өткізуге болады, мұғалімдерге андай оқы, бейт сөйт деген сөздеріне ғана қарамай, жалпы өзімде мысалы болашақта кім боламын, қалай осы уақытын тиімдірек жұмыс жасасам болады деген сұрақтан соны ойланбаппын мен. Кейін ойланғаннан кейін, бізден кейін оқушылар соны ойланса екен деген оймен шыққан сериал. Соған қарағанда бұзық оқушылардың бірі болған секілдісіз. Қатты емес енді олай. Бұзық оқушыларды көп көрдім. Жылдық көшбасшыларды алған болар ғой. Сол жақтан грант берген. Сөйтіп Думан негізінде ол сериалды көрсеңіздер 70-80% главный геройдың оқиғасы осы Думанның басынан өткен. Сол былай болса екен деген ойлары соның ішінде жүр. Айда алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Бұйыртса алда үлкен жобалар түсініп қойдық. Қазір мысалы айтатын болсақ Сәкен Сейфуллиннің толық метрлі фильмін ұсынып қойдық. Енді бұл ешқай жерде айтылған жоқ, бірақ Қазақстан Республикасында фильм қолдау қоры бар. Сол жерге ұсынып қойдық, бұйыртса жақын арада қорғаймыз. Еше бұл эксклюзив? Эксклюзив, Сәкен Сейфуллин туралы кино әлі шыққан жоқ, сериал әлі шыққан жоқ. Одан кейін Думанның тағы бір рестарт
шексіздікке дейін деген фильмі соны кинотеатрдан шығады деген ойдамыз. Соны ұсынып қазір соның барысында жүрміз, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Тандем жаңа айтып отыр ғой, түлектердің тандемі керек, бір біріне қолдау керек деп думан екеуміз осыған дейін қазір бірнеше жоба жасадық, 3 жобаны бірге жасадық. Енді бұйырса алдыда сондай жоспарларымыз бар. Ендеше алдағы уақытта сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Өнерлеріңіз өрге жүрсін дейміз. Рахмет сұхбаттарыңызға. Өткінші сезім емес бұл